Енді сіздерге жіптен көз тоқуды көрсетейін. Мынандай дайын көз тағуға болады, болмаса ілгек тақсаңыз да болады. Ал егер жіптен тоқып жасағыңыз келсе, кішкене ғана дөңгелек тоқисыз. Ол үшін әдеттегідей амигуруми шеңберін тоқимыз. Яғни 2 ілмек тоқимыз. Енді осы 2 ілмектің біріншісіне 5 ілмек тоқимыз. 5 баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы бесеуінің әрқайсысына 2-2-ден тоқып шығамыз. Егер кішкентай өзгерек болса, осылай қалдырсаңыз да болады. Сәл үлкендеу болу үшін шамалы үлкейтеміз. Жіп қосып, так 2 тоқыдық. 3, 4, 5, 6. Қара жіп болғасын дұрыс көрінбейді. 7, 8, 9, 10. Бекітеміз. Ұзындауға қиып аламыз, тігуге қалдырып. Мінекей. Мына жіпті, яғни бір ұшын арасына кіргізіп тығып жібересіз. Осылай 1-2 кіргізген соң қиып тастасаңыз болады. Міне осылай қазір біз мына ұшымен бұны басқа тігеміз. Енді шарфын тоқимыз. Шарфын тоқу үшін 60 ілмек тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Міне 60 ілмек тоқып алдым. Ұзындау қылғыңыз келсе, бұдан да көп тоқуыңызға болады, өз қалауыңызға қарай. Енді бірінші ілмекті тоқимын, яғни бағанды көтеру үшін бір ілмек бос тоқимын. Енді мына жаңағы 60-шы ілмекке жай баған тоқимын. Тек бір тінінен аламын. Бір тінінен ала отырып, осылай 60 баған тоқып шығамыз. 2, 3, 4. Осылайша соңына дейін тоқимыз. Міне 60-шы бағанды тоқыдым. Енді жай бір ілмек тоқимыз бағанды көтеру үшін, және келесі бетіне аударамыз, яғни теріс жағына. Енді бұл жақта тағы да жай бағандар, 60 жай баған тоқимыз. Ол үшін мына өрілген ілмектің мына артқы тінінен аламыз. Мына өзімізде қарап тұрған алдынан емес, арт жағыңғы ілмегінен алып 60 баған тоқимыз. 2, 3. Сол кезде бізде резинка сияқты болып тоқылады. 4, 5. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне екінші қатардың соңғы бағанын тоқыдым. Тағы да жай ілмек тоқып аламыз да келесі бетіне аударамыз. Бұл жерде де дәл солай артқы тіннен іле отырып, соңына дейін тоқып шығамыз үшінші қатарда. Міне үшінші қатарда аяқтадым. Менің жібіме осы 3 қатар жарайды. Егер бұдан жалпақ қылғыңыз келсе, тағы да бір қатар тоқуыңызға болады. Немесе сіздің жібіңіз жіңішке болса, 3 қатар өте жіңішке болып қалуы мүмкін шарф. Сондықтан тағы да
қатар қосып, яғни қарайсыздар өзіңіздің жағдайыңыз. Жібіңізге, тоқуыңызға, крючогыңызға бәріне байланысты болады. Менің жағдайымда міне бұл жарайды. Енді аяқтаймыз. Аяқтаған кезде жай ғана бір іліп алып, жібімізді үземіз. Мына екі жағындағы артық жіпті мына арасына крючокпен кіргізіп, өткізіп жібереміз. Енді бас киіммен тоқимыз. Алдымен 26 тізбек тоқып аламыз. Енді менің жібіммен 26, сіздер өздеріңіз жібіңізге қарайсыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Енді ол сіздің ақ қалаңыздың басының көлеміне де байланысты. Әуелі осы менің өлшеммен тоқып көріңіздер. Так, 26. Енді бір ілмек тоқып аламыз да. Жай бағандар тоқи бастаймыз. 1, 2, 3. Міне 18 баған тоқыдым. Соңғы 8 ілмекті тоқымай осылай қалдырамын. Енді бір ілмек тоқимын де, келесі бетіне аударамын. Келесі бетінде жаңа шарф тоқығандағыдай, мына соңғы артқы тіннен іле отырып, тағы да бағандар тоқимыз, жай бағандар. 2, 3. Осылай мына соңына дейін толық тоқимыз. 18 баған. Міне соңына дейін 18 баған тоқыдым. Тағы да жай ілмек тоқып, енді келесі бетіне аударамыз. Келесі бетіне де дәл солай мына артқы тіннен іле отырып, жай бағандар тоқимыз. Енді мына жерге келген кезде, қазір көрсетемін, соңына дейін тоқып келіңіздер. Міне 18-ші бағанда тоқимын. Енді мына жаңағы тастап кеткен 8 ілмектің біріншісіне крючогымызды бір тіннен енгізіп, жай баған тоқимыз. Ал келесі екіншісіне жай бекіту тоқимыз, яғни тек жіпті өткізіп аламыз, бекітеміз. Енді тағы да көтеру үшін бір ілмек тоқимыз да, енді келесі бетіне дәл жаңағыдай артқы тіннен іле отырып, жай бағандар тоқимыз. Жаңа бізде 18 болды, енді біз мынадан екеу қосып алдық, сонда барлығы 20 бағанды мына соңына дейін тоқимыз. Міне 20 баған былай қарай, және бұрып алып, тағы да 20 баған былай қарай тоқып келдім. Екі қатар тоқып келдім 20 бағанмен. Енді тағы да мына тастап кеткен ілмектен тағы да біреуін қосып тоқып аламыз. Және біреуіне тек бекіту ілмегін тоқимыз. Бекітіп. Енді тағы да бір көтеріп аламыз да, бір ілмекпен тағы да дәл солай енді 22 баған тоқып келеміз мына жерге дейін, және оны кейін қарай тағы да былай 22 тоқып келеміз. 22 тоқып келгеннен кейін, мына жерден 23-ші бағанды тоқып аламыз, 24-шіні бекіту ілмегін тоқимыз. Тағы бір айналып келіп, мына жерде 25-ті тоқып алып, 26 бекіту ілмегін тоқимыз. Дәл осылай мына жаққа дейін тағы 26 соңында тоқып келеміз. Міне соңғы 26-шы бағанды тоқып келдік. 26 қатарды тоқып келдік. 26 бағанды міне осындай болып шығады. Енді қазір біз мына ұшына қарай тағы да тоқып бастаймыз. Дәл мына бірінші тоқыған қатарымыздай қазір тоқимыз. Бізде барлығы қазір 26 болып тұр. Біз қазір тоқып келеміз де 18 бағанды. Мына жерде тағы да 8-ін тоқымай қалдырамыз, дәл манағыдай. Қалай бастадық, солай 8-ін тоқымай қалдырамыз деп 18-ін тоқимыз. Бұрып алып қайтадан кейін қарай кетіп 18 қатар тоқимыз. Және тағы да былай қарай келіп, 18-ден кейін 19 бен 20-ны дәл манағыдай қосып аламыз. 20 қатар айналып келеміз, 21 мен 22-ні қосып аламыз, тағы айналып келіп 23 пен 24-ті қосып аламыз, айналып келіп 25 пен 26-ны қосып аламыз. Солайынша 4 рет қайталаймыз. Сонда бізде мынандай клин дейді, орысша, енді қазақша қалай білмеймін. Осындай 4 клин тоқимыз. Міне бас киімімізді тоқып аяқтадық. Бізде осындай 4 үшбұрыштан тұрды. Енді біз бұны қосып тігеміз.
Жіпті ұзындауға қиып аламыз. Жіпті мына соңғы ілмектен былай шығарып аламыз. Міне аяқталды осымен тоқу. Енді мына екі бетін бір-біріне тігеміз. Бізде мына бір жағы міне өрілген ілмектер түрінде тұр, ал бір жағы мына бастаған жағымыз міне мынандай түрде тұр. Тек қана бір тін болып тұр. Мына бір тіні тұр, бір тініне біз бастап тоқыған болатынбыз. Сонда тек бір тін түріне жетем. Біз қазір мына өрілген ілмектен толық кіргіземіз. Яғни аяқтаған қатарымыздағы ілмектен толық кіргіземіз. Және мына бетіндегі жаңағы бір тіннен кіргіземіз. Екі ілмек болды. Баған тоқымаймыз былай. Тек жай ғана былай бекіту ілмектерін тоққандай тоқимыз. Соединительные петли дейді бұны. Қатты тартып тастамаймыз. Қатты бос та болып кетпесін. Қатты тартсақ жиырылып тұрады. Бос болса аралары ашық болып тұрады. Міне ең шетіне келдік. Енді бізде тек қана міне төбесі қалды. Бұл төбесінде дәл солай крючокты екі бетінен де өткізе отырып тоқимыз. Міне осының тоқуымыз аяқталды. Бір жай ілмекті жасап алып жібімізді өткіземіз. Енді бұл жіптің артық ұшын сәл былай арасына өткізіп жіберіп одан соң қиып тастасақ болады. Міне бұл теріс жағы, оң жағына қарай айналдырамыз. Мына жіп қалып қойыпты. Мына бастаған кездегі жібіміз, бұны ішіне қарай өткізіп бұны да мына арасына жасырып жібереміз. Міне осындай бас киім шықты. Міне енді ақ қаламыз дайын.